Алексей Нұрланқызы. Бүгін Живакина қорына жасаған қазба жұмыстары кезінде мен осы екі балық тәріздес затқа көзім түсті. Бұл не мағынаны білдіреді? Бұл жәдігер негізінде қызық жәдігер 9-10 ғасырларды қамтиды екен. Сол уақытта қимақ қағанаты кезеңі деп айтамыз. Сол уақытта қимақтар мен қытайлар арасында әскери жорықтық қарым-қатынас болған. Сол кезде қимақ қағанатының жендеті мен Қытай қағанатының жендеті бір әскери жорықта кездесуде мына балықтың бір жарты бөлігін қимақ қағанатының батырында, бір жарты бөлігі Қытай батырының қолында болған екен. Бір үлкен жорықта кездескен кезде екі батыр осы бір бөліктерді қайтеді біріктіріп, біз бір жорыққа дайынбыз деген мағынаны білдірген екен. Бұл балықтың сыртында орнаменттік суреттері бар екен. Енді бұл аңыз бойынша осындай мағынаны білдіреді.